Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді болып шығатын, іші толығымен пісетін оладьидің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Жұмыртқаны ыдысқа жарып, қант қосамыз. Қантты яғни өздеріңіз тәтті болғанын қаласаңыздар, көп мөлшерде қоссаңыздар болады. Осылай венчиктің көмегімен жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырамыз. Кейін тұз қосамыз. Содан соң сүттің біраз бөлігін қосып жақсылап араластырып аламыз да, кейін қалған бөлігін құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң біртіндеп ұн саламыз. Осылай араластырамыз. Содан соң бізге қопсытқыш қажет болады. Қопсытқыш қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай қою қаймақ тәрізді масса пайда болады. Енді табаданымызға май құйып, майды осы оладьилеріміз толықтай пісетіндей етіп құю қажет. Содан соң май қызыған соң оладьилерімізді осылай құйып, екі жағын қызартып пісіреміз. Міне осылай екінші жағын аударамыз. Өте жылдам дайын болады. Және де ортасы толығымен піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған салтанат. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.